Сәлем балалар, бүгін біздің каналда математика 4-ші сыныптың 2-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы 3-ші сыныпта өткенді қайталау. Балалар, бірінші тапсырманы оқиық. Экспо 2017 көрмесіне көптеген елдерден туристер келді. Оларға мәтіндегі сандарды дұрыс оқуға көмектес. Балалар, біз ең бірінші мәтінде қандай сандар жазылыпты, солардың бәрін ең бірінші тізбектеп бірінің астына бірін жазып аламыз. Бізде қандай сандар берілген екен? 600, 1000, 400, 50, 700, 150 және 200. Енді бізге балалар астында тапсырма беріліп тұр. Сен ағылшын және орыс тілдерінде санауды білесің бе дейді. Біз бәріміз әрине білеміз, иә? 600, 600, 600. 1000, 1000, 1000. 400, 400, 400. 50, 50, 50. 700, 700, 700. 150, 150, 150. 200, 200, 200. Келесі балалар, бізде екінші тапсырма, өрнектерді есептеп, дұрыстығын тексер. Келесі бізде балалар, үшінші тапсырма, есептерді шығар. Олардың қайсысы әртүрлі тәсілмен шығатынын анықта. Есепті шығарудың екінші тәсілін жаз дейді. А нұсқасын көрейік. Көрмеге 200 оқушы келді. Әр топта 12 ер бала және 8 қыздан бар. Экспо 2017 көрмесіне барлығы неше ер бала келді? Экспо 2017 көрмесіне барлығы неше қыз келді? Және келесі балалар, ә нұсқасын көрейік. Көрмені тамашалауға 140 қыз және 150 ер бала келді. Олар әр топта бала саны теңдей болатындай 10 топқа бөлінді. Әр топта неше баладан болады? Келесі бізде балалар, төртінші есеп, теңдеулерді шеш. Осылай талда дейді. Бірінші, теңдеуді ықшамдаймын. Екінші, белгісіз амал компонентін анықтаймын. Үшінші, теңдеуді шешемін. Төртінші, дұрыстығын тексеремін. Келесі бізде балалар, бесінші тапсырма. Теңдеулер құрып, оларды шеш. Келесі бізде балалар, алтыншы есеп, есептерді теңдеу құрып шығар дейді. А нұсқасын оқиық. Көрме павильондарының бірінде дүйсенбі күні 958 адам болды. Олардың 429-ы ересек адам, ал қалғаны бастауыш сынып оқушылары. Дүйсенбі күні павильонда қанша бастауыш сынып оқушысы болды? Және А нұсқасын оқиық. Кешкісін көрме алдында концерт өтті. Концертте 586 ересек адам болды, ал қалғаны балалар. Егер концертке барлығы 800 адам келген болса, онда балалардың саны қанша? Келесі бізде балалар, жетінші тапсырма. Өрнектерге теңдік тура болатындай жақшалар қой. Келесі бізде балалар, сегізінші есеп. Ойлан және жауап бер. Қонақтар көрмеден шыққаннан кейін дәмханаға кірді. Даяшыда 3 көк және 4 қызыл кесе болды. Ол үстелге 4 кесені қойды. Үстелде әр түсіне неше кесе болуы мүмкін? Барлық мүмкін нұсқаларды тап. Келесі бізде балалар, соңғы 9-шы тапсырма. Есепте дұрыстығын тексер. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып тіркеліп алыңдар.